Баян Есентаева тағы бір әншінің тұсауын кесті. Бұл жола топ емес. Жеке әншіні қолымнан түлетем деген продюсер тіпті Алматы мейрамханаларының біріне екі жақсыны жинап жаңа бейнебаянын паш етті. Толығырақ Ықылас Тұрсынбектің бейнематериалында. Үстіне танымал дизайнердің қара көйлегін ілген Баян ханым бұл кеште әріптестерін түгенде бәлек. Алайда бұл оның туған күні емес, қанатының астына алған жаңа жобасының тұсаукесері. Вы сейчас увидите видео. Мы подготовили его, и вы первые зрители. Жаңа әншіні көпке таныстыру мақсатында продюсер шаһардағы Мен деген мейрамхананы жалдапты. Зайырлы кеш ұйымдастыруда алдына жан салмайтын ол жас таланттың бағын ашам деп барын салған. Тіпті Баян ханымды түсірілім алаңынан бір ай бұрын кездестірген болатынбыз. Всегда хочется чем-то удивить. Әрқашан жұртты жаңа туындымен, жаңа әншімен таңғалдырғым келеді. Біздің бұл жобамыз, менің ойымша, керемет жоба болмақшы. Дарындыларды ешқашан уысынан шығарған емес Баян Мақсатқызы. Алайда соңғы кездері тік мінезді продюсердің бірлі жарым жобасы сынға іліккен. Ай бұрын Алау тобының орындауындағы Гүл әпше әніне де халықтың мақтауынан гөрі даттауы көп айтылған болатын. Сынаған жұрттың айтқаны бір, көшірді, ұрлады. Jour et nuit je pense à toi, tu te souviens de moi au moment où ça t'arrange. Бір сыннан қаймықпаған қайсар продюсердің бұл жобасына жұрт тағы мін артты. Алайда ән көшіруі былай тұрсын, бейнеклипке жиендік жасап, идеясын жымқырды деп дауласқандары тағы бар. Ведь ты не из робких, ты прошел со мной, что никто не смог. Жаралы Ал Баян ханым бейнеклип идеясын ешқайдан алмадық, көрмедік деп ант су ішуге әзір отыр. Идея клипа принадлежит нашему режиссеру. Бейнебаян идеясының авторы Киевтен келген режиссер. Сол бізге осындай идея ұсынды. Менің ойымша, бұл оның ойынан туған керемет идеялардың бірі. Ойда жоқта шын өтіріктің ара жігін ажыратуға тырыстық. Не Баян бізді алдады, немесе Баянды Киевтік режиссер сан соқтырды. Сансыз пікірлер ішінен әнші Жарқынайдың өзімен сұхбаттасып көруді жөн көрдік. Оны білмеймін, менің продюсерлерім біледі оны. Ол туралы музыкал продюсерлерім айтады. Дарынды арудың еңбегі далаға кетті деген сөз емес, бұл сарыны баяу, салмағы ауыр әуенді таза шеберлікке салып орындап шығуы мақтауға тұрарлық. Жарқ еткен Жарқынайдан болашақта тың әрі жаңа жобалар күтеміз. Ықылас Тұрсынбек, Тимур Бошаев, Хедлайнер.